іштің бұлшықетінің қынабының құрылысы іштің бүйір топ бұлшықеттерінің немесе іштің жалпақ бұлшықеттері деп атаймыз. Сол бұлшықеттердің апоневроздарынан құралған. Енді бұл жерде алдарыңызда слайдта іштің алдыңғы қабырғасының көлденең кесіндісі берілген. Бұл тік бұлшықет, іштің тік бұлшықеті. Егер сырттан ішке қарай мынау тері және терас желмайы, оның астында орналасқан іштің сыртқы қиғаш бұлшықеті және көкпен бейнеленген оның апоневрозы. Оның астында орналасқан ішкі қиғаш бұлшықеті, қызылмен бейнеленген оның апоневрозы. Оның астында орналасқан іштің көлденең бұлшықеті және жасылмен бейнеленген оның апоневрозы. Төменгі суретте де сол белгілеулер бар. Бұл көгілдір бейнеленген бұл фация эндоабдоминалис, немесе осы бөлікте фация трансверсалис және париеталды ішперде. Енді А суретінде кіндіктен жоғарғы көлденең кесіндісі және Б суретінде кіндіктен төменгі кесіндісі берілген. Бұл екеуінің себебі бөлек беріліп тұрғаны, екеуінің екі түрлі өзіндік ерекшелігі бар. Енді бірінші кіндіктен жоғарғы кесіндісінде іштің сыртқы қиғаш бұлшықетінің апоневрозы бұлшықеттің алдынан өтіп, орта сызық деңгейінде қарама-қарсы жақтың дәл сондай бұлшықеттің қосыларында ақ сызықты құрауға қатысады. Ал ішкі қиғаш бұлшықеттің апоневрозы екі табақшаға ажырайды. Ламина антериор постериор. Сөйтіп тік бұлшықеттің алдынан және артынан өтіп, орта сызық деңгейінде дәл солай қарама-қарсы жақтағы бұлшықеттің апоневрозымен қосылып, ақ сызықты құрауға қатысады. Ал көлденең бұлшықеттің апоневрозы тік бұлшықеттің артынан өтіп, орта сызық деңгейінде қарама-қарсы жақтың дәл сондай бұлшықеттің апоневрозымен қосылады да ақ сызықты құрауға қатысады. Бұл жағдайда іштің тік бұлшықетінің қынабының алдыңғы қабырғасының кіндіктен жоғарғы деңгейде алдыңғы қабырғасы сыртқы қиғаш бұлшықеттің апоневрозы мен ішкі қиғаш бұлшықеттің апоневрозының алдыңғы табақшасы құрайды. Ал артқы қабырғасын ішкі қиғаш бұлшықеттің апоневрозының артқы табақшасы мен көлденең бұлшықеттің апоневрозы құрайды. Сөйтіп осы кіндіктен жоғарғы көрінісінде осы ерекшелік анықталады. Егер бұл жерде ішкі қиғаш бұлшықеттің апоневрозы екіге ажырап қоршағандықтан, егер оның ішінде осы деңгейде қан тамырларының зақымдалып қан жиналатын болса, қан құйылған гематомалар, онда осы тік бұлшықеттің ішін қайталап ісініп жиналады. Сондықтан осы ерекшелік. Яғни бұл жерден алдыға немесе артқа қарай ешқайда тарамайды деген сөз. Сондықтан осы ерекшелікті білу керек. Ал кіндіктен төменгі көрінісінде іштің сыртқы қиғаш бұлшықеті, ішкі қиғаш бұлшықеті де және көлденең бұлшықеттің де апоневрозы тік бұлшықеттің алдынан өтіп, орта сызық деңгейде қарама-қарсы жақтың дәл сондай бұлшықеттердің апоневроздарына қосылып, линия альваны құруға қатысады. Яғни кіндіктен төменгі көрініс ерекшелігі ішкі қиғаш бұлшықеттің апоневрозы алдыңғы артқы табақшаға ажырамайды, бірден алдына өтеді, және кіндіктің көлденең бұлшықеттің апоневрозы артынан емес, алдынан өтеді. Нәтижесінде кіндіктен төменгі көрінісінде іштің тік бұлшықетінің қынабының алдыңғы қабырғасын үш бұлшықеттің апоневрозы құрайды. Ал артқы қабырғасын фация эндоабдоминалис немесе осы көлденең бұлшықет деңгейіне сәйкес келетіндіктен фация трансверсалис және париеталды ішперде перитониум париетали құрайды. Сондықтан осы ерекшелігін де білу керек. Енді осы апоневроздардың қосылуының нәтижесінде орта сызыққа линия альва құралады дедік. Линия альва ол семсер тәрізді өсімден қасаға симфизіне дейін тартылып тұрған апоневроздардан түзіледі. Енді жиі ер адамдарда кіндіктен жоғары оның ені үлкен болады да, әйел адамдарда кіндік деңгейінде үлкен болады. Ер адамдарда әдетте линия альва ол 1,5-2,5 сантиметр құрайтын болса жиыны, әйел адамдарда 2,5-5 сантиметрге дейін болады. Осы ерекшелікті білу керек. Дегенмен алдарыңызда слайдта ұсынғандай ақ сызықтың анатомиялық төрт түрін ажыратамыз. Мына бірінші түрінде кіндіктен жоғарғы деңгейде ол кеңейгенде, ені үлкенде кіндіктен төмен қарай ол тарылады. Екінші түрінде керісінше кіндіктен жоғары деңгейде тарда, кіндіктен төмен қарай оның ені үлкейіп кеңейеді. Үшінші түрінде кіндік деңгейінде ғана кеңейген, ал төртінші түрінде барлық деңгейде де кеңейген. Бұл төрт түрі кездесу жиілігі, енді ол ересектерде осындай төрт түрде кездесуі мүмкін.
бірақ жиі кездесетін түрін жаңа ғана алдында айтып өттік. Кіндіктен жоғарғы деңгейде кеңейгенмен бұл ақсызық жиі кездесетін түрі. Бұл кіндіктен төменгі деңгейде оның алдыңғы артқы бағытта, яғни оның тереңдігі қалыңдайды. Сондықтан ақсызықтың да осы ерекшелігін білу керек. Ақсызықта енді бұлшық еттері жоқ, және бұлардың тіндері болбыр болғандықтан бұл да әлсіз жерге жатады. Сондықтан іш қуысының қысымы жоғарылаған кезде ақсызықтың да жарықтары пайда болуы мүмкін. Ақсызықтың ортасында міне көрініп тұрғандай кіндік сақинасы анус умбиликалис бар. Анус умбиликалис арқылы бұл пренаталдық кезеңде анасынан ұрыққа қарай кіндік бау өтеді. Кіндік баудың құрамында бұл артерия умбиликалис, вена умбиликалис урақыш болады. Кейін дүниеге келгеннен кейін кіндік бау қызметін тоқтатады, яғни кіндік кесілгеннен кейін бұл жер тыртықтанып жазылады. Нәтижесінде кіндік сақинасы қалыптасады. Кіндік сақинасы алдынан, яғни сыртынан тыртықтанып біткен тері және беттей шандыр бар. Ал артқы жағында немесе ішкі жағында тек қана фация эндобдоминалис, яғни осы деңгейдегі бөлігі бұл фация умбиликалис және перитониум париталия, паритал шперде бар. Сондықтан бұл жерде шелмай, бұлшық еттері жоқ. Сондықтан кіндік сақинасы да әлсіз жерге жатады. Яғни іш қуысынан қысым жоғарылаған кезде кіндік сақинасы арқылы жарықтардың кіндік жарығының пайда болуы әбден мүмкін. Енді алдыңғы слайдтарға қарайтын болсақ, іштің ішкі қиғаш бұлшық еті бұл апоневрозы жоғарғы жағында ол қабырға доғасына жетпейді де, бұл алдыңғы ақсызыққа қарай ұласып кетеді. Енді осы жерде жетпеген жері бұл ашық қалады. Бұл ашық қалған жерде тригонум субкосталис, қабырға астылы үшбұрыш пайда болады. Яғни қабырға астылы үшбұрыштың медиалды қабырғасы іштің бұлшық етінің латерал жиегі, жоғарғы бүйір қабырғасы қабырға доғасы, ал төменгі қабырғасы ол іштің ішкі қиғаш бұлшық етінің апоневрозының жоғарғы жиегі. Яғни бұл жерде ішкі қиғаш бұлшық еттің апоневрозы бұлшық еттің жоқ. Сондықтан оның бұл үшбұрыштың сыртынан тек қана сыртқы қиғаш бұлшық еттің апоневрозы, ал ішкі жағында көлденең бұлшық еттің апоневрозы ғана бар. Сондықтан бұл жерде әлсіз жерге жатады. Және бұл үшбұрыш жалпы анатомияда 7-9 аралықтағы қабырға аралық нервтердің өту бағдары ретінде де пайдаланылады. Сондықтан бұл ерекшелікті де білу керек. Енді іштің көлденең бұлшық етінің апоневрозға ауысатын жері бұл жарты ай тәрізді томпайып тұратындықтан жарты ай тәрізді сызық, линия синглинарис немесе автон спигель сызығы деп айтылады. Бұл да әлсіз жер болып табылады. Және кіндіктен төмен ол көлденең бұлшық еттің апоневрозы тік бұлшық еттің алдына қарай шығады. Айтып өттік жаңа ғана. Осы ауысатын жерінде линия арквата пайда болады. Доғалық сызық дейді, бұны немесе дуглас сызығы дейді. Бұл жерде әлсіз жер немесе жарықтың қақпасы немесе пайда болу жері болуы мүмкін. Бұдан басқа іш қуысының анатомиялық әлсіз жерлеріне іш қуысының артқы қабырғасындағы бұл бел үшбұрышы немесе петитив үшбұрышы және шап каналында жатады. Сондықтан оны қосымша оқып аласыздар. Шап каналының құрылысын және петитив үшбұрышы деген қай жерде орналасқан оның қабырғаларын білулеріңіз керек.